Бисмиллахи вальхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулилlah. Духа намазы. Духа намаз бұл салатул ауабин дейді. Яғни салихалардың намазы. Ауаб деген сөз Аллах тағалаға жиі қайтушы деген сөз. Жиі истихфар жасаушы, жиі Аллах тағаланы еске алушы салихалы адамды айтады. Салатул ауабин, яғни духа намазы салихалы адамдардың намаз екен. Соны біріншіден түсінген дұрыс. Енді бұл намаз жалпы уәжіп болып табылмайды. Бұл намаз сүннет. Істесе үлкен сауап алады, істемесе күнә алмайды, оқымаса күнә алмайды. Енді пайғамбар саллаллаху хадисте айтады: "Күллу сулам минан наси алейхи садақа". Барлық адамдарға дейді, адамдардың денесіндегі буындар үшін адамдар сол үшін садақа беру керек дейді. Енді біз білетіндей, адамның денесінде 360 буын бар. 360 буын бар. Сол сияқты Абидардан келген хадисте Муслим риуаят етеді, пайғамбар саллаллаху айтады: "Юсбиху аля кулли сулама мин ахадикум садақа". Сендер таң аттырғанда дейді, таңертең тұрғанда дейді, сендердің денелеріндегі буындарың үшін сендер садақа берулерің керексіңдер дейді. Факуллу тасбихатин садақа. Барлық субханалла деп айтқан сөз бұл садақа дейді. Вакуллу тахмидатин садақа. Алхамдулилля деп айту бұл садақа дейді. Вакуллу тахлилатин садақа. Сол сияқты ла илаха иллаллах деп айту бұл да садақа дейді. Вакуллу такбиратин садақа. Аллаху акбар деп айту бұл садақа дейді. Ва амру бил ма'руф садақа. Жақсылыққа әмір ету бұл садақа дейді. Ва нахи анил мункар садақа. Жамандықтан тыю бұл садақа дейді. Енді ары қарай енді осының барлығын дейді, осының барлығын өтейді дейді, осының орнын дейді, алады дейді, өтейді дейді. Духа уақытында оқылатын 2 бас намаз осының барлығын естейді дейді, өтейді дейді. Ең біріншіден бұл біз осы намаз оқыған кезде істейміз, Аллах тағалаға шүкіршілік білдіреміз. Өзіміздің денеміздегі буындарымыз үшін шүкіршілік ретінде оған шүкіршілік етіп не істейміз? Осы 2 бас намазды оқимыз. 2 бас намазды оқимыз. Енді жалпы бұл духа намазы 2 бастан басталады, және бұның ракағаттарын санды шектеу жоқ. 4 бас оқыса, 8 бас, сол сияқты шамасы келгенше оқиды, ең аз 2 бас. Енді бұл духа намазы бұл 360 садақаның не істейді? 360 садақа бергендей тең болады. Сол сияқты енді бұның уақытына келсек, күн шыққаннан кейін 15 минуттан кейін духа намазының уақыты басталады. Және мынау 5 намазына дейін, зухр намазына 10 минут қалғанша дейін оқылады. Ең абзал уақыты бұл күн ысыған кезде, яғни осы зухр намазына шамалы уақыт қалған кезде оқылғаны абзалырақ. Сол ең жақсы уақыты болып табылады. Бұл жалпы не? Духа намазына байланысты. Аллаху тағала алам.